Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, еңбегімді бағалап кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жылы сүт, жылы сүттің үстіне қантты қосып жақсылап араластырамыз. Сосын тұзды қосамыз. Қажетті заттарды описаниеға жазып қоямын. Сол жерден қараңыздар. Дрожь қосасыздар, жұмыртқа қосасыздар, сұйық май және жылы су, қосытқыш қосасыздар. Сосын онды електен өткізіп отырып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Міне бізде осындай қамыр шығуы қажет. Енді ол қамырымыз көтерілгенше 1-2 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді оны алып, 2 бөлікке бөліп, жайып шығамыз. Қатты қалың емес және қатты жұқа емес етіп жаямыз. Міне қамырымыз осындай болып жайылды. Енді оны кішкентай домалақпен және үлкен домалақпен ортасын ойып аласыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осылай жасадым. Ал міне қамырларымыз дайын. Енді оның бетін жауып 15 минутқа 10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз әдемі болып көтеріліп тұру керек. Оған дейін біз екінші қамырды жаямыз. Оны да қатты жұқа емес және қалың емес етіп жаямыз. Сосын оларды ұзыннан видеода көрсетілгендей кесіп, біз достар ши бауырсақ жасаймыз екінші қамырмен. Видеода көрсетілгендей оны үстінен басып әдемілеп дөңгелектеп аламыз. Сосын қамырымызды пышақпен кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей кішкентай етіп кесеміз. Ал міне қамырларымыз дайын болған соң, олар барлық бауырсақтарымызды қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қызарғанша әдемілеп екі жағына аунатып, әдемілеп пісіріп аламыз. Ал міне достар, екінші кезекте кішкентай ши бауырсақтарды пісіріп аламыз. Оларды аз-аздан салып отырып, тез қызартып аламыз. Ал міне достар, біздің бауырсақтарымыз осындай дәмді болып шығады. Көрінісі де өте әдемі болып шығады. Кез келген қонақтарды қуантатынына мен сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.